Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызда заттардың жарық көлеңкесін анықтай отырып, әрі қарата заттарды ауқымды көлемін көрсететін боламыз. Бұл кубтың, цилиндрдің және пирамиданың денелерін меншікті көлеңкелерін қарайта отырып, заттарды алға шығарамыз. Сондықтан түспе көлеңкелерді күшейтеміз. Және біздің жағдайымызда қоңыр матаны тағы да бір рет басып отырып, артқы астарды күшейту арқылы заттардың ақ екенін дәлелдеп шығаруымыз керек. Алдыңғы жоспарды да негізгі өңдерін қосамыз, қырларын, және жарық көлеңкедегі реңдерді ұмытпай отырып, штрихтау жұмыстарын жүргіземіз. Сонымен заттардың жарық көлеңкесін бере келе натюрмортымыздың нәтижесіне жеттік деп ойлаймын. Себебі жұмысты жалғастыра отырып, біздер бұның шегіне жету өте қиын, сондықтан осы тұста тоқтағымыз келіп отыр. Біздерде заттардың жарық көлеңкесін көрсеттік. Әрбір заттың жалпы қара қоңыр матаның негізгі тік қабырғаның көлеңкелерін көрсеттік, және көлденең жазықтықтың жарық бөлігі алдыңғы жоспарда, және алдыңғы қырлардың төменгі бөліктерін көлеңкелерін қаттырақ күшейтіп көрсете білдік. Сонымен қатар жарықтың мол түскен бөлігі бұл бізде цилиндрдің беті, эллипстің беті, және кубтың қырлары жарық бөлігі, сонымен қатар пирамиданың мына бізге көрініп тұрған қабырғасын айтуға болады, жарық түскен жерлерді. Әрі қарата әрбір заттың жарық көлеңкесін көрсете отырып, қабырғаның көлеңкелерін ұлғайттық, күшейттік мына тұстарды, және жалпы қабырға, тік қабырғаның көлеңкелері жазықтықта төменге түскен сайын ол күшейе түседі де, жоғары қарата жарықтың әсерінен сәл ағарады. Дәл сол секілді алдыңғы қырларда да алдыңғы бөліктер, төменгі жақтар жарық болады да, жарық пен көлеңкенің бөлінген қырларын қаттырақ басамыз. Жалпы заттардың ауқымды көлемін шығардық, натюрморттың жалпы тұтастығын белгіледік. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.